жасап қойып тұрсың, мені көрсетпей ақ қой. Қыстырып алған инелерімізді жинап алып, лентамызды жалғап алған лентамызды тігіп шығамыз. Закрепка жасағандарыңыз дұрыс болады өздеріңізге. Сосын мына оюдың түгі мен мына лентаның түгі бірге түссе, сол жеріне де мән беріп қарасаңыздар, бірге түссе жақсы болады. Бұны ашамыз. Қарасаңыздар, уже жалғанып тұр. Енді мына аяқ бетінде дәл солай етіп жалғап аламыз. Артық жерлерін кесіп тастаймыз ғой, бұндағымен. Бұл менің өзімнің тігу техникам. Сосын бұл 3D-да бізде поролон бар ғой, жаңа айта кетейін, сол жерін. Поролоннан көп расход болады екен, мен сол жағын есептеп қарадым. Жаңағы оюдың астына ғана поролон салуға да болады, ол масыркасыз басқада. Бірақтан да осылай тіккен, бірақ оңайлау болады кішкене, чем анаған қарағанда. Енді екі басын жалғап шығамыз. Қазір құрақты да солай жалғап шығамыз. Енді жалғадым. Біздің оюымыз айттым ғой, 36-да 36 квадрат алды. Ол оюымыз біздің тіккеннен кейін кішірейді. Сол кішірейгеннен кейін біз осылай түзеулеп кесіп алып, мына ортасы былай жиналған кезінде екі басы былай шошайып қалып қояды да, ортасы тартылып қалады. Сол біз екі бас жағын кесіп түзеулеп аламыз да, оған осылай лента жалғаймыз. Лента жалғамауға да болады, кішкене 1-2 сантиметр үлкенірек қылып алып. Бірақ лента жалғаған мен өзіме қатты ұнады, әдемі болып көрінеді. Өздеріңіз көрсеңіздер де жастықта солай әдемі көрінген. Бірінші көрпеге де солай салдым. Мен бірінші дәл осы 3D-дан көрпе тіктім ғой. Ең бірінші рет тіккен кезінде көрпесіне де жалғадым осылай лента, жастығына да жалғадым. Ал екінші көрпе тіккенде мен жалғамадым. Екіншінде уже мен побольше алдым. Қысқарып қалатын біліп, например, оюдың ішкі размері оюдың 25 сантиметр болса, сырты коробкасымен бірге мен 36 емес, 38 где-то солай алдым. 37-38 қылып. Себебі поролон тіккен кезінде тартылып қалады диван құсы. Мінекей біздің ленталарымыз дайын болды. Енді қазір солай тұра бермесем үзбе. Енді қазір мен оған құрақты жалғап қоятын боламын. Жаңағы инемен жалғап алған құрақты қойып қараймыз. Мінекей қойып қарағанда қазір мына жерлерін тікеміз. Тіккен кезінде шамалы келетін болады. Бұл бізде лентаны жалғап болғаннан кейін барып осылайынан жалғанып тігіледі. Құрақтарды инемен қыстырып алған жерлерінен ажыратып, бір-біріне жалғап тігетін боламыз. Инемен қалай қыстырылып, солай тігетін боламыз. Лента бізде сәл-пәл артық екен. Артық болғаннан кейін мен ішке қарай алдым. Лентаның ішінен алдым. Лентаны біз мен мына жерге шовқа өте аз орын қалдырып кеткем. Сол себепті біздің лентамыз сәл-пәл үлкенде болып тұр. Сіздер лапканың жегімен аласыздар.
лапкаларыңыз жалпақ қой, сіздердің көбіңіздің бытовой лапкаларыңыз жалпақ. Сол лапканың жиегімен алған кезінде сіздердің мына құрақтарыңыз дәл келетін болады. Мен үйреніп қалғанмын, өте жіңішке лапка, оның үстіне жіңішке қылып аламыз, сол себепті кішкене оюымыз қысқалау болып тұр біздің. Мен оған қарамастан өзім кішкене сәл-пәл лентадан ортаға қарай алатын боламын. Сол уақытта бірдей шығатын болады. Қазір тігіп көрсетейін. Мына қарасаңыздар, мына жерде біздің лентамыз, мен ішке қарай алдым, где-то бір жарты сантиметр ішке қарай алдым. Сол уақытта мінекей жарты сантиметр. Сол уақытта біздің ешқандай да ештеңеміз білінбейтін болады. Енді сіздер лапкаларыңыздың жиегіне міндетті түрде ориентир ұстаңыздар. Осылай жалғайсыздар. Ол лентамыз біздің осындай. Где-то 1 сантиметр ғана болып қалды. Көрсеңіздер, менің көрпелерде де солайынан 1 сантиметр болып қалған. Енді мына басын жалғаймыз. Екінші басын. Бағанағы екінші басыне бұны біз мына жағына жалғаймызды. Содан кейін бар подряд, мына жерде 1 узор 4 түрлі құрақтарын бірге жалғап аламыз. Полоска қылып, мына жағында, екінші жағында дәл солай жалғап аламыз. Закрепка міндетті түрде жасаңыздар құраққа. Себебі бұлар бір-біріне жалғаннан кейін ажырап кетуі мүмкін. Мата жоқ қой астында. Құрақты құрап атқанда көбіне бірде жасасақ, бірде жасамаймыз. Закрепка себебі оның астында матасы болады. Мына құрақтың өзі болғасын, закрепка жасаған жөн болады. Жіптерін бәрін, артық жіптерін алып тастап отырыңыздар негізі. Енді екінші жағын жалғаймыз. Дәл жаңағындай еткен кішкене. Дәл осылай етіп, екі жақ басында жалғайтын боламыз. Дәл осылай. Енді келесі жағын тоже дәл солай инемен қыстырып аламыз. Мен ине әкетемін, оларды жаңа инемен қыстырмадым. Қыстырлы қақты инемен қыстырып алатын боламын. Orada görür.